Biz bugün AliExpress'ten özümüzün tағы bir кезекті тауарымызды алдық. 0,88 доллар тұратын, яғни 360 теңге тұратын. Айнаға жапсырамыз екі жағына. Сол кезде айнаның үстіне кір, су тұрмайды. Сондай тұрмас үшін және ненің есіктің түсіретін терезесіне де жапсырамыз сырт жағынан. Соның нәтижесінде қазір мына жерге енді су шашыраған кезде жаңбырда, қатты нелерде, тұманда суланбайтын болады, бәрі анық көріну үшін. Ашып көрейік ендеше. Мына біздің қазір Оралда бағасы біреуі 700-800 теңгеден. Біздер деген екеуін алып отырмыз. Екеуін 750 теңгеге почти алып отырмыз. Мынау терезені сүртіп, алдын ала тазалап алатын. Ылғалды шүберек салфетка ғой енді. Оны қазір қолданамыз. Және ішін ашқан кезде арнайы телефондардың бетіне жабыстыратын противударка сияқты мынандай дүние бар. Яғни бұны жиегін аша отырып, бір жиегін жабыстыратын боламыз қазір. Көрсетем қазір жабыстырып алған кезде тағы да. Біздер қазір мына немізді, пленкамызды жабыстыратын боламыз терезеге. Әрине, егер өздеріңізде терезелеріңіз таза болса, өзінде сүртетін шүберегі бар, жаңа көрсеттім ғой. Жаңаға келген шүберегімен сүртем. Біріншісі, яғни ылғалдысы ішіндегі. Қазір ашам. Мынандай ылғалдысы керек. Осымен сүртіп аламыз тазалап. Жапыратын жерлерімізді. Тап-таза болу керек міндеттерде. Әйтпесе жапсырған пленкамыз шықпалы мүмкін уақыт. Және айна жағында тап-таза сүртіп аламыз. Жерімізде енді құрғақ, сондай төртбұрышты ішінде мінекей таза жаңа қарай шүберегі бар өзінде. Құрғап кетіп шығамыз. Дәл солай айнаны да құрғатамыз. Енді жаңағы немізді жапсыратын пленкамызды аламыз. Алдық, міне екі несі бар бізде ішінде. Екі штук, міне біреу, міне екеу. Біреуін терезеге, екіншісін айнаға жапсырамыз. Міне мұнда көрсетілген. Көрсетілген міне. Бірінші цифра, яғни осыны көтеріп аламыз да бірінші жапсырып аламыз. Содан кейін жапсырып болғаннан кейін сүртіп отырып екіншісін алып тастаймыз. Сол кезде мына көрінбей айнада как будто айнек сияқты болып қалып береді. Ал енді істеліп кеттік. Жәмен бірінші жапсырып отырып, арасында алға қоймау керек. Әнеріп жапсырған сияқты сүртіп отырамыз. Мүмкіндігінше сосын алға қойса біртіндеп баспай шығарамыз. Өте алға қойып шығарамыз. Өздеріңіз көргенде екі дегенді алып үш қатаға қосып енді шетешінде солай істейміз. Ашып қайда алып барамыз. Қағаш шілемізді алып кесеміз, көреді ме?